Сәлем, бұл Вайпу Voyage арнасы. Бұл арнадан біздің күншығыс елі Жапониядағы саяхаттарымызды көре аласыз. Біз Хиросимадамыз! Иә достар, Хиросима префектурасының орталығы Хиросима қаласына аман-есен жеттік. Қала іргесі 16 ғасырда қаланып, 1894-95 жылдары бірінші Жапон-Қытай соғысынан кейін қарқынды дамыған. Хиросимадағы халық саны қазіргі таңда 1.200.000-нан асады. Бұл аймақта Mazda корпорациясының штаб-пәтері мен басты зауыттары орналасқан. Дамыған, көркем Хиросиманың бүгінгі кейпіне қарап, 70 жыл бұрын мұнда үлкен қасірет болған деп ойламайсың. 1945 жылдың 6 тамызында таңғы сағат 8:15-те ақш Жапонияның капитуляциясын тездету үшін адамзат тарихында алғаш рет атом қаруын қолданып Хиросима қаласына бомба тастады. Бомба жарылысынан бір күнде 70.000-нан 100.000-ға дейін адам қайтыс болған деседі. Күл талқаны шыққан қалада бірнеше ғимарат қана аман қалған. Солардың бірі жарылыс эпицентрінен 160 метрде орналасқан сол кездегі Жапонияның сауда-өнеркәсіп палатасының көрме орталығының ғимараты. Қазір ол атом күмбезі деп аталады. Достар, біз қазір 1945 жылы 6 тамызда атомдық жарылыстан кейін қалған ғимараттың алдында тұрмыз. Сол ғимарат жайлы, сол жарылыс жайлы қазір досымыз сәл айтып кетеді. これが、世界遺産の原爆ドームです。今年日本は戦争が終わって70年、ちょうど70年になるので、70年前にここに原子爆弾が落とされました。で、あそこの橋が相生橋っていうんですけど、飛行機から原爆を落とす飛行機からすごく橋が見やすかったので、ここを中心にめがけて原爆を落としたと言われています。なので、しっかりした作りになっているので、やっとこれだけ原爆の被害からもうこれだけ建物が残ったので、これを、その原爆の恐ろしさとか怖さっていうのを、次の人に伝えていくためにこれを残して、しっかり、修理をして管理をしてで世界遺産として、受け継いでいくっていうような、意味を込めてこの原爆ドームが、作られました。ありがとうございます。この橋が相生橋という橋です。この橋がすごく上から飛行機から見やすかったので、この橋をめがけて原爆が、落とされました。で、この辺一帯全部焼け野原になって全ての家が焼けて、で人ももう体中やけどをして、ひどい状態だったので、みんなが水をくれと言ってこの川に集まってきて、で本当は、飲むような水じゃないんですけど、みんなが仕方なくこの水を飲んで、みんなこう暑さをやけどを癒したり、水を飲んで少しでも体を休めたりした水がこちらの川の水です。8月6日に、広島に原爆が落とされて、で8月9日に本当は、福岡県の小倉市というところに、原爆がもう1個落とされる予定でした。だけど、その日はたまたま、その小倉上空の、天気があまり良くなくて、目標としていたところが、見えなくて、で、第2候補だった、長崎の方に、原爆の飛行機は向かいました。で、朝落とす予定だったんだけど、お昼ぐらいになってしまって、でちょうど長崎の、上空を差し掛かった時に雲が全部晴れて綺麗にこう長崎の、街
街が見えたそうです。そこで、お昼の11時2分という時間に、長崎の街に、原爆が落とされました。で、長崎のその原爆の記念碑の下にもこういうふうに、当時水を求めて、こう亡くなった人のために、ちょっとした、水が流れるようになってて、その人たちの魂を、お祈りするということで、長崎の、原爆記念の石碑の下にも水が流れています。Достар, қазір сағат тура 12 болды. Осыдан 70 жыл бұрын Жапонияда жаңағы радио арқылы император біз соғыстан жеңілдік деген хабарландыруды берген екен. Және де тура осы күні 15 тамыз күні Жапония соғыста жеңілген болатын. Осы күнді 70 жыл бойы жапондар атап өтіп келе жатыр. Және де ол жапондардың екі түрлі сезіммен осыны атап өтіп жүр екен. Біріншісі, олар соғыстан жеңілдік деген әрине кішкене біртүрлі ондай жақсы емес сезіммен атап өтетін болса, екіншісі, тура осы күні бүкіл дүние жүзінде бейбітшілік орнаған болатын. Осыны бір керемет сезіммен атап өтейік деген оймен осы 15 тамызда атап өтелік. Және де осы сағат 12-де жаңағы императордың хабарлауы болады. Содан кейін осы жерде адамдардың барлықтары бір жерге жиналып, осы соғыста қайтыс болған адамдардың рухтарына тілек бағыштайды екен. Еске алады. Достар, біз қазір мүмкін білетін де боларсыздар, бізде бұрында мынандай аңыздар айтушы еді ғой. Осы Хиросима жарылысынан кейін, атомдық жарылысынан кейін, осы Хиросимада кішкентай ғана тұрғыны радиоактивті сәулелендіруден ауырып қалып, сол кішкентай қыз аурудан жазылу үшін қағаздан жасалған 1000 тырна жасаса, ол өз ауруынан жазылады деген аңыз бар. Аңыз болғанда ол біздің елде ол аңыз сияқты жүреді де, ал негізі ол Жапонияда шын болған нәрсе. Және осы монумент сол қызға арналған. Осы жерге келіп, осы қызға бағыштап тілектер айтып, осы жерде өздерінің мектепте жасаған болсын, осы жерде жасаған болсын, оригамиларын алып келіп, осы жерге түсіп қойып кетеді. Және де осының бірінші 4-ші кластардағы оқитын балалар қысқы каникул кезінде, көктемгі каникул кезінде осы жерге келген кезде көптеп осындай осы тырналарды жинап, қағаздан жасалған тырналарды жинап, осы жерге іліп кетеді. Жаңағы сол қыздың әңгімесін естіген қала тұрғындары оған жаңағы қыз жазылып кетсін деп оған жаңағы тырналарды қағаздан жасауға көмектесіп, көптеген тырнаны олар да жасап, қызға көмектескісі келеді шын жүректен. Сонда да ол қыз қайтыс болып кетеді. Жаңа айтып кеткен тырналар қағаздан жасалған. Бұрыннан дайындап бағасы бар. Бұл тырналарды бүкіл Жапонияның барлық префектурасынан бастап мектептер, түрлі мекемелер осындай тырналарды жасап жібереді екен. Жаңағы ошақта қайтыс болған, түрлі аурулардан қайтыс болған адамдардың рухына бағыштап. Саябақты аралап болған соң, бейбітшілік мемориалдық мұражайына келдік. Бұл мұражай 1955 жылы ашылған. Мұнда Хирошимадағы атом бомбасы жарылысының зардабы мен құрбандары туралы көптеген мағлұматтар, экспонаттар, аудио және видео материалдар бар. Сонымен 1945 жылы 6 тамыз күні таңертең 8-ден 15 минут кеткенде Хирошима қаласына қуаты тротил эквивалентімен
13-18 килотоннаға тең Little Boy, яғни бөбек деп аталатын атом бомбасы тасталды. Бомба қала үстінен 600 метр биіктікте жарылған. Жарылыс эпицентрі Шима ауруханасы болды. Эпицентрге жақын жерде жүрген адамдардың бәрі әп-сәтте жоқ болды. Олардың денесі қап-қара көмірге айналды. Кей адамдардың көшеде отырған жерінде тек көлеңкесі ғана қалған. Эпицентрден 800 метр төңірегінде 90% адам мерт болды. Қала отқа оранды. Гүлденіп, дамып келе жатқан Хирошиманың күл талқаны шықты. Жарылыстан бір сәтте 100 мыңға жуық адам қайтыс болды. Ал оның салдарынан қайтыс болғандарды қоса алғанда 300 мыңнан аса адам көз жұмды. Ал енді сол апатты басынан өткерген қала тұрғындарының әңгімелерін тыңдап көрейік. Бірінші кейіпкер жарылыс уақытында мектепте болған. Сыныпта терезе жақта отырған Фуджимото деген бала сыртқа қарап, аспанда Б-29 ұшып жүр деген. Б-29 дегеніміз америкалық бомбалаушы ұшақ. Ол кездері америкалықтар Хирошима қаласын жиі бомбалаған. Ондайда халық бомба паналарға қашып тығылған. Қаланың үстінде америкалық ұшақтар жиі ұшып жүретіндіктен сыныпта отырғандарда ешқандай үрей болмаған. Әрі қарай кейіпкердің өзі сөйлесін. Кенет жақыннан Б-29-дың қозғалтқышының дауысы шыққандай болды. Әдетте ұшақтар 9000 метр биіктікте ұшатындықтан біз ақ бұлттардың арасынан оларды көрмейтінбіз. Неге мұның дауысы сонша шықты? Әлде төменге құлдырап келеме деп, терезе жаққа қарап орындықтан жартылай түрегеле бергенім сол еді. 2-3 секундта көз алдымда ағарған найзағай жарқ ете қалды. Одан басқасы есімде жоқ. Қазір ойланып қарасам, сол жерде болған 45 адамның ішінде 10 ғана қалған екен. 1 шаршы метрге 35 тонна соққы түскендіктен көбі әп-сәтте мерт болды деп ойлаймын. Маған соққы дарымаған себебі екі үстелдің арасында аяғым созылған күйі жатып қалғанымнан болар. Үстел өте мықты болғандықтан мені соққыдан қорғап қалған. Есімді жисам, тірі қалған 10 шақты адам мектебіміздің әнұранын айтып жатыр екен. Олар есін жоғалтып алмас үшін бәрі бірге әндете бастады деп ойлаймын. Мен де оларға қосыла кеттім. Сырттан біреу көмекке келіп қалар деп бар даусымызбен әндеттік. Бірақ қанша уақыт өтсе де ешкім көмекке келмеді. Сол сәтте ән айтып жатқандардың саны бірте-бірте азайып бара жатқанын байқадым. Үшеуміз қалдық, екеуміз қалдық. Соңында жалғыз өзім қалдым. Бойымда алғаш рет қорқыныш билеген сәт сол болды. Кан Мунхи. Эпицентрден 4-6 шақырым қашықтықта кеме құрастыратын зауытта болған. Бомба тасталған сәтте мен зауыттың қоймасында болдым. Сондықтан еш зардап шекпедім. Мен бұл жерде қосалқы мердігердің кеңсе қызметкері ретінде жұмыс істеп жүрген едім. Сол жердің басшысы бомба тасталғанда Карата деген жерде болған. Өзі дін-аман қалған. Бірақ сол басшымен бірге оның әйелін іздеуге шықтық. Өрт болған жердің бәрін іздеп шықтық, бірақ әйелін таппадық. Жарылыстан соң бастығымның шашы түсіп, қызылегі қанап, қатты қиналды. Бір айдан соң енді жазылып кететін шығар деп ойлап жүргенімізде, ол кісі кенеттен қайтыс болды. Бастығымның денесін анау таудың ар жағындағы әскерилердің оқ атып жаттығатын жеріне апарып жақтым. Ол жерге барғанымда жүздеген құрбандардың денесі жатыр екен. Репортер эпицентрден 2-7 шақырым қашықтықта өз үйінде болған. Бомба түскен соң 40 минуттан кейін уақыт жоғалтпай газет баспасына я басқару штабына барайын деп үйден шықтым. Миюки көпірінің батысында полицей бөлімі болатын.
Мынау сол жердің суреті. Сол жерде екі полицей күйік шалған адамдардың денесіне ас әзірлейтін өсімдік майын жағып, алғашқы көмек көрсетіп жатыр екен. Басқа еш дәрі-дәрмек болмағандықтан, ең болмаса сол тәсілмен көмек көрсетіліп жатқан соң, сол жерге біраз адам жиналып қалыпты. Жиналғандардың арасында бір бала қайтыс болған анасының денесіне жабысып алған екен. Тағы бір бұрышта кішкентай сәбиін құшақтап, көзіңді аша қойшы деп жалынған жас келіншек жүрді. Сол келіншек баласын сілкілеп ары-бері жүгіріп жүргенде, бұл жер маған нағыз тозақтай көрінді. Осының бәріне куә болып тұрғанмен, суретке түсіріп алайын деп фотоаппаратқа қолымды апара бергенім сол еді, батырманы баса алмадым. Мен де дәл сол бомбалаудың құрбаны болсам да, әйнектің сынықтарынан жеңіл жарақаттанып құтылған едім. Адамдардың бәрін аяп тұрдым. Түстен кейін қайтадан газет баспасына барайын деп үйімнен шықтым. Камия ауданындағы трамвай бұрылысында бір трамвай өртенген екен. Ішінде адамдар болар деп ішке көтеріліп бір шолып қарасам, трамвайдың алдыңғы жағында 15-16 адам бір-бірінің үстіне үйіліп қалған екен. Бәрі қайтыс болған. Сонда аяғымды кері тартып, суретке түсірмекші болып едім, тағы да түсіре алмадым. Осындай күйде қайтыс болған адамдарды суретке түсіру неткен аянышты деп ойладым. Ол кезде құрбандардың суретін газетке жариялауға дәтім бармады. Сөйтіп жүріп қала үшін 3 сағаттай араласам да, бірде-бір сурет түсірмеппін. Сасамура Хироши. Эпицентрден 2 шақырым қашықтықта мектепте болған. Мектептегі таңертеңгі жиналыста мен сөйлеп отырғам, бәрі маған қарап отырған. Сол сәтте көк аспанда магниді жағып жібергендей, әппақ күшті жарқыл пайда болып, найзағай жарқ ете қалды. Сол кезде ағаштан жасалған мектебіміздің ғимараты сықыр-сықыр етіп бұзылып, менің және балалардың үстіне гүрс етіп құлады. Қирандының астынан әрең-әрең стадионға шыққанымда, ең бірінші көзіме түскені батат алқабы болды. Біз қирандылар арасынан саңлаулар жасай бастадық. Балалар сыртқа шығып, бәрі сол батат алқабына жиналып жылай бастады. Дала кеш батқандай қап-қараңғы еді. Балалардың үсті басы шаң-шаң, ешкімнің беті көрінбейді, кімнің кім екені түсініксіз. Балалар анашым, апай, ағай деп жылай берді. 2-3 мұғаліммен бірігіп, балаларды қирандылардың астынан шығарып, алқапқа тасыдық. Бәрін шығарып бола бергенде мектеп қақпасынан адамдар кіре бастады. Ол кезде біздің мектебімізге әлі өрт жетпеген еді. Бізде ештеңе өртеніп жатқан жоқ, бірақ кіріп келе жатқандардың бәрін күйік шалған, киімдері жыртылып, терілері салбырап жатыр. Мен бомба тек біздің мектепке түскен екен деп ойладым. Ешқандай өрт болмады ғой. Мына кісілерді неге күйік шалған деп таң қалдым. Ал енді атомдық бомба жарылысынан кейін қалатын радиация туралы айтайық. Радиация үйдің шатырынан, қабырғасынан өтіп, үй ішіндегі адамның денесіне дейін жеткен. Радиацияға ұшыраған нысандар да радиоактивті бола бастады. Бомба жарылысынан кейін біраз уақыт өтсе де, радиоактивті сәулелену сақталып қалғандықтан адамдардың денесіне жойқын әсер етуін тоқтатпады. Бомбадан қалған шаң тозаң мен күйе секілді радиоактивті материалдар ауаға көтеріліп, су буымен араласқан. Жарылыстан кейін 20-30 минут өткен соң, ол жерге жауын боп жауған. Оны қара жаңбыр деп атаған. Атом бомбаларынан өте көп радиация бөлінеді. Мұндай мөлшердегі радиоактивті сәулелер адамның ағзасын бұза бастайды. Атом бомбасының тарихтағы осыған дейінгі қарулардың бәрінен басты айырмашылығы осы еді. Атом бомбасының әсерінен туатын микроцефалия ауруы жүктіліктің бастапқы кезеңінде ананың жатыры өте көп мөлшердегі радиацияға ұшырағанда, іштегі нәрестенің дамуы бөгеліп, әсіресе басының көлемі едәуір кіші болып туылатын ауру. Мұндай аурумен туған бала
өте ауыр ақыл-ой кемістігіне душар болып, күнделікті күтім көмексіз өмір сүре алмайды. Осындай дертке шалдыққан Хатанака Юриконың оқиғасымен таныс болайық. Бомба жарылған күні Юриконың анасы жарылыс эпицентрінен шамамен 730 метр қашықтықта болған. Анасының ішіндегі 3 айлық Юриконың денесі түгелдей радиацияға ұшыраған. Юрико келесі жылы 14 ақпанда дүниеге келді. Ол өте кішкентай сәби болды. Юрико 2 жаста. Баланың дамуы жай жүрді. Юрико әлі сөйлей алмайтын еді. 4 жаста. Әлі жүре алмайды. Юриконың ата-анасы оның басқа балалардан өзгеше екенін түсініп, уайымдай бастады. Ауруханада Юрикоға туа бітті ақыл-ойдың кеш дамуы және ортан жіліктің шығуы деген диагноз қойылды. 7 жаста. Әлі сөйлей де оқи да алмайды. Үнемі жалғыз өзі ойнайды. 16 жас шамасында. Юриконың басының көлемі өзі қатарлас қыздардың басынан 6 сантиметр кіші болды. Мұндай айқын айырмашылық анықталған соң, оған микроцефалия деген диагноз қойылды. Микроцефалия бас көлемінің әдеттегіден әлде қайда кіші болып, мидың толық жетілмеуі. 22 жаста. Жапонияның денсаулық сақтау және әлеуметтік сақтандыру министрлігі Юриконы құрсақта жатқанында радиоактивті сәулелендіруге ұшырап, ауыр деңгейдегі ақыл-ой кемістігімен ауыратын және микроцефалияға душар болған науқас деп куәландырады. 32 жаста. Ақыл-ойы әлі де сәбидікіндей Юрико күнделікті күтімге мұқтаж. Сол жылы Юриконың басты қамқоршысы болған анасы дүниеден өтті. 55 жаста. Юрико күні бойы осы жерде отырады. Әкесі оған қамқор болып, болашағына алаңдайды. Алпыс 2 жаста. Юриконың әкесі қайтыс болды. Ол енді сіңлісімен бірге тұрады. Хирошима мен Нагасакидегі атомдық бомба жарылыстарында анасының құрсағында болып тірі қалғандардың 26-сы микроцефалияға шалдыққан деп танылды. Олардың бәрі ауыр деңгейдегі ақыл-ой кемістігіне шалдыққан, әрі өздігінен тіршілік ете алмайды. Видеоның бас жағында айтып өткен, қағаздан 1000 тырна жасап, дертінен айығып кетемін деп сенген Садако Сасаки есімді бүлдіршін қыздың өміріне үңіліп көрейік. Садако 6 жаста. Бастауыш мектепке барды. Денсаулығы жақсы, белсенді бала болды. Туа бітті спортшы. Арманы дене шынықтыру пәнінен тәрбиеші болу еді. Ол өз сыныбындағы эстафета командасының мүшесі ретінде мектептегі спорт жарыстарына қатысып жүрген. 11 жасқа келгенде мойнына ісік шығып, біртіндеп өсе бастады. Ісік әрі қарай өсе берді. Садаконы ауруханаға тексеруге жіберді. Оған лейкемия деген диагноз қойылып, 3 айдан 1 жылға дейін уақыты қалғаны айтылды. Садако 12 жасында қайтыс болды. Осы Хиросима қаласында тамыз айының 6-сы күні жыл сайын әртүрлі мемлекеттердің, бүкіл мемлекеттерден осы премьер-министрлар немесе сол жердің посылдары келіп, барлықтары осы конференция өткізіледі екен. Ол жерде бейбітшілікті сақтап қалу үшін не істеу керек, сондай мәселелер талқыланып, ешқашан соғыс болмау үшін не істеу керек екенін, соның барлықтары талқыланатын конференция екен. Мына жерге келген адамдардың барлықтары осы музейге келіп, өздерінің ешқашан соғыс болмасын ба, бейбітшілікте өмір сүрейік деген жазбаларын жазады екен. Мысалы, мына жерде әртүрлі мемлекеттердің, Перудікі сияқты әртүрлі мемлекеттердің президенттері келген. Мына жерде мысалы Мать Тереза келген екен осы жерге.
ар жақта Россияның президенттері Ельцин де бар, Папа Римскийларға дейін келген осы жерге, және Жапонияның көрнекті тұлғалары, жазушылары, бүкіл дүние жүзінің көрнекті тұлғалары келіп, бұл жерге өздерінің тілектерін жазады. Достар, біз қазір ғана мұражайды бәрін қарап шықтық. Бүкіл жаңағы осы саябақтың бәрін аралап шықтық, және осы жерде 70 жыл бұрын осындай адамдар қиналып, жаңағыдай қалай айтса болады, қиналған жерде жүрген өзі біртүрлі бір ана жағын бір аурап, біртүрлі сезінедік десін. Мұражайдан кейін де жаңағы өз көзіңмен бәрін көріп, қандай қасіретке ұшырағанын көріп, жаным қиналады. Негізі, соғыс деген әр кезде өте жақсы емес нәрсе деп ойлаймын да соғыста. Бірақ кәдімгі соғыстан гөрі осындай мыңдаған жылдарға дейін әсерін көріп келетін осындай радиоактивті атомдық бомбаны лақтыру, ол білмеймін, жауыздық сияқты ма? Осы жерге келгенімізде жақсы деп ойлаймын, себебі адамның өмірінің қаншалықты маңызды екенін түсінесің осындай жерлерде. Және де бір айтарым, ешқашан соғыс болмасын, біздің Семейдегі де болған сияқты заттар, Нагасаки мен Хиросимада болған сияқты заттар, Фукусимада болған заттар ешқашан қайталанбасын, әрқашанда бейбітшілікте өмір сүреді.